иықтың қатып қалуымен ауырсынуы және қаттылығынан зардап шегіп жүрсіз бе? Онда бұл видео сізге арналған. Қатып қалған иық үшін біз әдетте ауырсынуды азайту үшін ауырсынуды басатын дәрілерді тағайындаймыз. Сондай-ақ біз үйде физикалық терапияны тағайындаймыз. Онда науқастар иықтарын баяу жаттығулармен созып, қозғалысын қалпына келтіре алады. Егер бұл көмектеспесе, онда осындай емдеуге мамандандырылған орталықта физиотерапия әдетте тағайындалады. Бұл сізге ауырсынуды азайтуға және мүмкіндігінше тиімді түрде максималды қозғалыс алуға көмектеседі. Егер бұл да көмектеспесе, онда дәрігерлер әдетте буынға инъекция жасайды. Бұл сізге ауырсынуды азайтуға көмектеседі және бұл тек физикалық терапиямен салыстырғанда тиімдірек. Егер осының бәрі сіздің қатып қалған иығыңызға көмектеспесе, сіз артроскопиялық операцияға, яғни иықта үлкен кесулерсіз, кілттік тесікті операцияға жақсы үміткер бола аласыз. Бұл иықтан мүмкіндігінше көп үсінуді шығарып тастауға шынымен көмектеседі және бұл сізге қатып қалған иықтан қалпына келуіңізге серпін береді. Ауырсынуды азайтуға және мүмкіндігінше тезірек максималды қозғалыс алуға көмектеседі. Сондықтан қатып қалған иықтан зардап шекпеңіз және бұл мәселе бойынша иық маманымен кеңесіңіз, себебі тиімді емдеу әдістері бар. Көп рахмет.